жай сөзге түсінбейді екен. Ойбай. Анашым, сізге не болды, анашым? Анашым? Жүрегім бір жамандықты сезіп тұр. Біздің қамбарға бірдеңе болып қалған секілді. Мынау жақсылықтың нышаны емес, балам. Мынау жақсылықтың нышаны емес. Анашым, уайымдамаңызшы. Анашым, қазір көмек шақырам, анашым. Анашым, бәрі жақсы болады, анашым. Қазір мен көмек шақырып келем, анашым. Анашым, уайымдамаңыз. Мен қазір көмек шақырып келем, анашым. Бастысы, аман болсаңыз болды, анашым. Қазір міне, көмек шақырам. Мынауың шақырылатын көмек пе? Барсайшы енді. Ой, ақымақ басмай. Мен қазір онда шақырып келем. Қамбар, ояншы, Қамбар. Тұршы, Қамбар, өтініш, ояншы, Қамбар. Тұршы, Қамбар, сен әлақ жазылып кететін боласың. Біз әлақ баяқшы. Сен сутасың, мен томар ұстап жүретін боламыз. Ояншы, Қамбар, өтініш, тұршы. Ояншы. Жай. Айқайлап миды ашытып жібердің ғой. Не болып кетті, түсінбей қалдық қой. Сен ұрып кеткен Олжабай мен жанындағы күшіктер ма? Ол жерде күшік болмады ау. Олжабай болды, қасында кашымшалар екі брат болды. Точно күшік болған жоқ жерде. Қап Олжабай. Қайтадан баяғы әуеннен басқан екен ғой. Қандай әуен? Ол ұзақ әңгіме, жүр адамда сен жараң танып берейін. Давай. Файзуллаға! Файзулла! Не болды? Басыңа көтер. Файзуллаға, көмегіңіз қажет, а то жаман болады. Көмектесіп балтан қойып сөйлесек та. Балтан тастап кетуді ұмытып кеттім ғой. Аға, анам ауыр халде, көмегіңіз қажет. Қай анаң? Сұрағыңыз қате ма дедім ғой. Өзімнің анамда. Жүріңіз, тездетпесе кешігеміз. Ойбай, тездетейік. Кешіксек тездетеміз әйтпесе. Жүгір, сай! Қамбар, ол Олжабай енді саған маза бермейді, ал мен ұйқым келмейді. Сол себепті сен ауылдан уақытша кете тұрған дұрыс болады. Қой, кете тұрған дұрыс болады дегеніз. Енді келдік қойсың ауылға. Ол мен білетін Олжабай болса, сен тыныш қоймайды. Ақыр соңында есіне адастырып тынады. Немене бәле бұл? Ганнибал ма? Кім ол соншалықты? Кім не десе о десін? Ешқайда кетпең. Битке өкпелеп, тоныңды жақпа деген бар. Мына мақалың жақсы екен. Білме достқа келер басқа деген де бар. О не қатысы бар? Сен мен мына жағдайыма қарап күлмеді атын да. Ертең сеніңе де басыңа кеп, еш пай жеп қалсаң да. Сен үйіңде лейкопластырь көп па дедің ғой? Тамиып әкеп қойған ғой просто. Сен сансыз жабыстырып жатсың да, сонша көп қоп. Онда өзің жабыстырып ал. Жабыстырмай. Не қылды? Ой, кетші. Ауылда қалып не істейсің енді? Не істейсің емес, жұмысым бар ғой менің ауылда. Не жұмыс? Стяж құйып мектептің алдына. Оқып келген дипломың ше? Дұрыс қой енді. Оқып келген дипломмен стройка істейсің. Если ақшаң көп болып, асып тасып атсаң, мүмкін оқымай-ақ бір жердің директор болып отыруың мүмкін. Сол себепті қазір стройка істеп, ақшаны көп тауып, кейін мүмкін менде қалаған мамандығым бойынша жұмыс жасайын. Онда мен де стяжка қойып ақша жинай берейін да, я? Қараса жеңге. Мына кісі точно ауыр халде ма? Қалай болдыңыз, анашым? Сардар балам келдің бе? Апа, келдім. Мырзаға сен де келдің бе? Келдік жеңге. Ауыр халде дегесін. Қазір
қазір жағдайым кішкене жақсырақ. Ойымдап кетті ғой. Ай, сонда да жүрегім бір жамандықты сезіп тұр. Қамбар қайда өзі? Мойындамаңыз оны. Ай, осы балаға бірдеңе болып қалған секілді. Ай, осы қамбарым қайда екен? Қой. Жеңге. Сардар кеп больницаға апарайық. Жеңге. Басым. Жеңге, аяқ киіңіз. Басым. Ойбай. Үстіме жатпасаңыз, жеңге. Қазір солай. Дипломмен жұмысқа тұру деген оңай емес. Заманның түлкі осы таз болып шал деген. Дұрыс айтасың. Әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала деген де бар. Оны неге айттың? Просто есіме түсіп кетті. Қуады екенсің ғой сен? Жоқ. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген бар. Ал мен қусам, жетем. Кетіп көр онда. Шаттыққа толы әлем, бақытқа бөлер сәлем, шағымды үніңмен жылу сыйлайды. Дәрігер, анамның халі қалай? Сіздер дәл уақытында келдіңіздер. Сәл кешіккендеріңізде. Кешіккеннен не болар еді? Мен кетейін деп тұрғам ғой. Ана Әбілқайырдың баласы сүндет той беріп отыр екен. Шақыр. Соған шақырған еді. Жағдай жақсы ма? Кіріп көруге болады ма? Болмайды кіріп көруге. Болмайды. Жағдай ауыр, қан керек. Қан табуымыз керек. Қан? Иә. Мен қан бере аламын. Бер, Сардар. Сен ба? Берет, осы берет. Бар. Жүр. Сардар, қаның бер. Сыртта күтіңіз. Сардар! Басың айналып баққан жоқ па? Жоқ. Пирашки сатып алып жей анам кім магазиннен. Ауыр. Сен қан сәйкес келмейді екен. Ойбу, ауыр ма екен? Ауыр емес, бірақ сәйкес келмейді де. Қан тобы келмей тұр ғой. Енді не болды? Білмеймін, не істейміз. Басқа қан керек. Менікі болмай ма? А сіз бере бересіз ба? Бере берем, бір талай қан ішкем ғой мен. Ойбай жүрсеңізші онда. Сіздігін тексеріп келейін. Сен отыра берші жерде. Сардар? 100 теңгең жоқ па? Пирашкиді әкелесің ау. Бас айналып отыр, Сардар. Көге сіздікі де жарамады ғой. Ойбай, мен. Сәл сұйықтау ма бір нәрсе болып тұр ғой. Ішпеу керек еді. Басқа қан табу керек. Жағдайың мүшкіл болып тұр ғой. Бауырым бергіш. Жүрші бір әңгіме бар еді. Отыра беріңіздер, Не болды? Дегеніңіз не болды? Ау, мойын. Айтсай. Анау баланың тана қан жарамайды екен көге. Ой. Ешкімнің қан жарамай жатыр ғой, не істейміз енді? Дәрігер, мен онда іздеп, қан іздеп тауып келейін. Сардар, сен қан іздеп тауып кел. Жарайды. Жүгір. Енді не болады? Білмеймін көке. Баго, брат, бергеш. Не болды? Анам ауыр қалде. Қан керек болып жатыр. Ой, брат, мен қан болмайды. Білесің, мен ауырып қалам, жаңағы анемиям, Ақшасын төлеймін. Қанша? 1000. Ой, 1000 теңге. Не болады қазір, брат? $1000. Берем. Қақта? Жүр, іште. Мынаның қан түкке жарамайды ғой. Жарамай ма? Жарамайды, өзіне қан керек қой. Сен қан сәйкес келеді екен мынаған. Кейін біргіп кіріп кетіңдер мақ ма? Ауылда жарайтын қан қамады ма өзі? Енді соңғы үміт Қамбарда. Бақ берген балам, сен тездетіп Қамбар тау болсын да алып кел. Жарай ма? Мына дорбаны ал. Ішінде кітап бар.
сатып ақшасына бірдеңе алып жейсін. Артылса бізге алып кел. Мынау жаңа 100 теңгені жоғалтып әкелмепті Берешек. Жарайды ата. Ендеше мен қамбарды тауып осында алып келейін. Бақберген, сен қамбарды тауып алып кел. Бақберген, жақсы. Сардар, сен де шаршаған боларсың. Үйіңе барып, үйіңе бас көз бол. Мен қала берем осы жерде. Жарайды аға. Жаңа анам арнап орындық істеп жатқам. Соны бітірейін. Ертең анам ауруханадан шыққасын, соған отырып кесе тоқиды. Қандай ақылды баласың. Шүкір Сардар. Сардар, орындығыңды жасап бітір. Шаттыққа толы әлем, бақытқа бөлер сәлем. Шағымды үніңмен жылу сыйлайды менің сәулем. Сезімге толы арман, сенімдер көктем таңнан. Жүрген жолдан баянды бақыт тосып алдан. Күн санап тұрса да уақыттан, қол бұлғап толса да бақыттан. Сағыныш жүздесуге, асығып сөздесуге, балдай үніңді сағынып жаным күн кешуге, күн кешуге. Кездесу сағындырды, көрмесем жаным мұңды. Махаббат бізді талаптарына бағындырды. Ақ жүзің жалпылдаған, қараудан жан тынбаған. Сенің сәлемің мәңгілік жаным алтын маған. Қамбар, аның ауруханаға түсіп қалды. Қан үстінде жатыр, тездетіп жетуіміз керек. Қабаттың ада, жылдамдатайық. Жігіттер, неше? Ай, біз укол салдыруға баратыр. Жұмаш бәрін естіп тұрмын ғой. Жарайды, мына бара беріңдер. Ой, сөйлейсіз, қан ішпеш. Көріп тұрсың ғой жағдайды не болып отқан. Или әдейі істеп отырмын ба мен? Болмаса екеуің барыңдар ал, мақын, мен қалайын осы жерде. Қамбар, бауырым, сен тездетіп бар. Мен осында қалам. Бауырым, ендеше Сәуле саған аманат. Өзің бас көз бол. Жарайды. Сәуле, өзің абай бол. Егер көріспей қалсақ, қош мақұл. Қамбар, мына орамал менен саған аманат болсын. Бәкеу, қай ауруханада? Велосипедті басқарсаң болғаны. Жолда өзі тауып барады. Жолың болсын, бауырым. Жақсы. Қамбар жанау, келдің ба, уайымдаттың ғой. Анаң әлі есін жиған жоқ, қан керек деп жатыр. Балам, құрдас, мынадан қан алшы. Қан тапсыратын ғой? Иә, Қазір осы аппарат дайындап жүр. Ентігіңді бас. Қалай болды аға? Дер кезінде үлгеріппіз. Анаң жағдай қалай? Ай, бесендер, кеп қойыңдар ма? Кеп қойдық. Қалай тез? Тез болғанда анау шөп таситын машина бар ғой. Соның жанына екеуміз ілесіп келе салдық. Айтпақшы, жолда сені көрдік қой. Қуасыңдар ма? Айтпайсыңдар мен. Мына жерге келем деген ана велосипедпен саған істемей қалды. Енді оны айтқанда білмейді ғой. Қайдан біле ғой? Қан беретін қайсың Мынау ғой қамбар. Қан бар ма? Қан бар ғой ұста. Бар болса берсінші енді. Барса айттым. Сендер ма қан? Бұл тезі көрсін. Қалай?
Ешкімнің қан сәйкес келмейді. Сенікі де тура емес. Дәрігер былай қанды ағаннан кейін тексеріп көріп жатсыздар ма шынымен? А чё, сомнение бар ма не? А? Ерегіске бірден дайын тұрады екенсіз да? Дәрігер ұмай тұрып алдын базарда істеген жоқ сол жерде? Стройкада стяж қиғым. А чё, не болды? Мен де пландарыммен дәрігер болып кетуге болады екен да? Түсінбедім. Жоқ ештеңе. Сосын дәрігер қолыңызға не қолғап киіп аласыз? Мынау ма? Бұл ыңғайлы. Анау резина қолғап бар ғой? Ыңғайсыз сол ше, мынау стяжкіде бұрын үйреніп қалғанды осыған. Дәрігер, біз енді басқа не амал бар? Осы ауылда қаны барлық адамға сәйкес келетін бір адам бар. Соған өтініш жасап көрсек болады. Ол кім? Естуімше осы жерде біреуге қан керек сияқты. Ол кім? Ку-ку. Олжабай, жүр оңаша сөйлесейік. Жүр. Қан бар, айта ғой. Олжабай, сенің қаның менің анама ауадай қажет. Барлығымызда адамыз бар ғой. Көмектесші өтініш. Қан бар, қан бар, қан бар. Ау. Мен сенің дәл осылай жалынып келетіңді білгем. Қақтан білдің? Қақтан дейсің ба? Болады ондай. Бұна сен сезіп біліп қоясың алдын ала. Біреулер, мысал үшін, қарыз сұрайын деп WhatsApp-тан ассалаумағалейкум деп жазғаннан біліп қоясың, ақша жоқ дейсің ба? Сол сияқты сезіп қойдың да. Қысқасы Олжабай, көмегің қажет. Өтініш. Түсін. Жарайды. Мен саған көмектесем. Алайда менің бір шартым бар. Ол не шарт? Мен саған қанымды берем. Бірақ ендігі әрі сен сәуленің жанында көрмейтін болайын. А вдруг көріп қалатын болсам, сенің анаңа берген қанымды қайттан аламын ба? Қалай болады өзі? Короче, жаман болады. Түсінің ғой. Таңда сәуле, әлде анашың? Қап. Мені қандай қиын таңдау қойып тұрсың сен. Егер сенің қаның арқылы менің анам жазылып кететін болса, онда келістім. А если қаның сәйкес келмей жатса, онда жолап жүре берем қасына. Ей, менің қаным сәйкес келмей қалды деген кез болған емес. Келістік. Жүр. Мына жігіттің қаны сәйкес келді. Ойбай, дұрыс болған екен. Сәйкес келмейтін кез болмайды ғой оның. Сәуле, кеттік. Қойшы, мен бармайым. Жарайды, оны сыртта күтем. Қадырат барды. Анашым, Жеңге? Әпке? апа, Сіз? Чё там? анашым, сіз қайдан шықтыңыз? Мына жақтан? Мына жақтан кім сонда? Білмеймін. Жаңа дәрігермен қолымды таңып берген соң, кішкене отыра тұрыңыз деген. Сол отқанға ұйықтап кетіппін ғой. Ұйықтап тұрған соң, дәрігер өзі қайта беріңіз деп айтатын шығар деп күтіп отырғам. Салқын жерде сериал көріп сол. Сіздің есіміңіз Айжан ба?
Жоқ, Фариза. Кешіресіңдер жігіттер. Араларында Айжан деген кісінің баласы жоқ па? Жоқ. Қамбар сен... Жау осы кісіге қан керек бұл. Жақсы онда мен. Сіз қолыңыз байлап қойдым, қайта берсеңші. Салқын жерге кіріп моргке жатып демалып алдым, да қайта беріңіз барып. Айжанға қан керек болған. Идея. Жеңге амансыз ба? Уайымдаттыңыз ғой. Қатты уайымдаттыңыз ғой. Байзылаға, анашым сізде жүре беріңіздер. Қалай? Анаң жазылып. Сәуле, не аптырсың бұның жанында? Кел менің жаныма. Жоқ, бармаймен. Қамбар, анаған бәрін түсіндір. Көтік, түсіндіретін іштен іші ғой. Іште жатқан біздің мамашка емес екен ғой. Ой, Басқа біреудің мамасы екен. Так что, сол кісінің бала шағасын тауып алды. Солармен расчет жаса. Не? Мен өз құлағыма сенер емеспін. Сенсең де сенбесең де сол. Жүр Сәуле. Мен бұны дәл бұлай бейжай қалдырмайым. Көресіңдер осыдан. Іште жатқан кім мамасы, ей? Жеңге кино көріп жаттым десеңші. Бәрсе, коридорда біреулер күбір сөйлейді. Сөйтсем, сіздер екенсіздер ғой? Ойбай, жеңге, біз ауруханадан басымызға өтіріп қан іздедік қой. Бұл бір есте қалатын оқиға болды, ба? Айтпа. Қамбар, саған не болды өзі? Іштен амады. Бетіңдегіше. Нау ма? Лейкопластырға шын? Аптастасай бұл бәлен. Айтпақшы, сіздерге көрсететін бір тосын сыйым бар еді мен қазір. Қамбар. Әй, Сардар. Осыма тосын сыйым.